Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, сондай дәмді қызыл мақпал тортын жасайтын боламыз. Алдағы уақытта 8 наурыз мерекесіне қарсаңында торттың бағалары өте қымбат болып кетеді, және де өз жақындарыңызға өз қолыңыздан осындай әдемі торт жасап сыйға тартыңыз. Ал енді осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің тортымызға қажет заттардың барлығын описанияға толығымен жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге қажетті таразы, өйткені барлығын өлшеммен өлшеп барып жасайтын боламыз. Ең алдымен сұйық заттардың барлығын миксермен араластырып алатын боламыз, және де құрғақ заттардың барлығын бөлек ыдысқа араластырып қойдым. Оның ішінде какао, ұн және де қопсытқыш қажет болады, және де осындай бізде гель образды, бізде қызыл мақпал тортына қызыл краситель қажет болады. Оны біз кефирге араластырып, осылай ішіне құямыз, және де барлығын миксермен араластыратын боламыз. Қамырын жасау үшін бұл жерде ең маңыздысы барлық заттарымыз бөлме температурасында болу қажет, яғни айранымыз, жұмыртқамыздың барлығы бөлме температурасында болу керек, және де ұнды алдын ала мен електен өткізіп алдым, және де оны екі бөліп араластыратын боламыз. Өйткені барлығын бірден салып жіберетін болсаңыз, түйіршіктері көбейіп, араластыру өте ұзақ уақытты алатын болады. Тортымыздың қамыры дайын болғаннан кейін біз оны арнайы пергамент қағазы төселген формаға құйып, 3 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. Және де піскеннен кейін ағаш таяқшамен тексеріп алуды ұмытпаңыздар. Менде ол видеоға түспей қалыпты. Ағаш таяқшаңыз міндетті түрде құрғақ болып шығу керек, және де біздің пешіміз 180 градуста 10-15 минут пешіңізге байланысты пісіп шығады. Біздің қамырымыз піскеннен кейін осындай эластичный, әдемі болып шығады. Егер де беті көтерілген болса, онда оны кесіп алып тастаймыз, және де кесілген беті бізге әлі қажет болады, оны алысқа алмаңыз. Торттың корждары толық піскеннен кейін оны бөлек алып қоямыз, бөлме температурасында суытамыз. Енді біз тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Тортқа біз сливки және де творожный сыр, шекер қосатын боламыз. Сливки мен творожный сыр тоңазытқышта шамамен 8 сағаттан аса уақыт тұру қажет. Мен сливкиді әрдайым 33 және де 35% қолданамын, және де кондитерлік дүкендерден сұрасаңыз береді. Творожный сыр 69 және де 74% болу қажет. Барлығын миксермен шамамен 10-15 минут тоқтатпай шайқағаннан кейін ғана бізде осындай қою крем шығады. Шекерінде өзі дәміне қарай салсаңыз болады, қатып қалған заң жоқ, және де кремнің дайын болғанын осындай күрекшенің көмегімен алып, ағып кетпейтіндей болғанда ғана дайын болды деген сөз. Біздің креміміз әдемі болып шықты. Креміміз дайын болғаннан кейін бірден тортымызды жинауға көшеміз. Ең алдымен подложкаға аз ғана кремді жағып алып, содан кейін ғана корждарымызды қойып, одан кейін кремімізді әдемі етіп жағып, содан кейін бірінен кейін бірін коржбен кремді жағып, тортымызды осылай жинайтын боламыз. Түгел тортымызды жинап болғаннан кейін біз бұл тортты тоңазытқышқа шамамен жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Ол тортымыздың дәмі бір-біріне сіңіп, әдемі болып тұру үшін қажет. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін тортымызды алып, осындай алдын кремді аз ғана алып қалған болатынмын, осындай бетіне жағу үшін, және де жан-жанына жағу үшін, және осы кремдерді біртіндеп әдемілеп жағып шығып, және пышақтың немесе линейканың көмегімен кремімізді тегістеп шығамыз. Біздің тортымыз қатты тегіс болу міндет емес, өйткені біз бұның сыртына
жаңағы кесіп алған коржды ұсақтап алдым. Енді осыны торттың жан-жанына осылай жабыстырып шығатын боламыз. Біздің тортымыз қызыл мақпал болғандықтан сырты да осындай қызыл болу керек, әдемі көрінетін болады. Біздің тортымыз дайын болды. Енді оның бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен осындай шоколадтың көмегімен осындай жазу жазып бетіне қойған болатынмын. Сіздер өз қалауыңызша жеміс-жидек немесе шоколад және де басқа кондитерлік әсемдіктермен пайдалансаңыз болады. Тортымыз өте дәмді, өте жұмсақ шықты. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.